Бұл видео жай ғана жаңалық емес. Бұл тыныш ауылда ешкімге зияны жоқ отбасының айналасында болған ең үрейлі оқиғалардың бірі. Атырау облысы, Жангелдин ауылы. Бұл жер қылмысымен емес, тыныштығымен танылған мекен еді. Дәл осы ауылда бір отбасы үнсіз жоғалып кетті. Айқай жоқ, көмек сұрау жоқ, қан іздері жоқ, тек ұзақ үнсіздік. Бастапқыда ешкім ештеңе сезбеді. Көршілер де, ауылдастар да. Себебі бұл отбасы көзге түспейтін, тыныш өмір сүрген жандар болатын. Бірақ уақыт өте келе, бір-біріне байланыспайтын сияқты көрінетін ұсақ белгілер жинала бастады. Ал сол белгілерді біріктіргенде ең қорқынышты сурет пайда болды. Бүгін біз сол белгілерді бір-бірлеп талдаймыз. Бұл ресми емес тұжырым, бұл байқалған фактілер мен логикалық қорытынды. Бірінші белгі. Байланыс бар, бірақ тірі адам жоқ. Алғашқы белгі ең елеусіз көрінген, бірақ ең қауіптісі. Отбасы жоғалғаннан кейін туыстарымен байланыс үзілген жоқ. Керісінше WhatsApp арқылы хабарламалар келген. Бірақ бір деталь бар, тек жазбаша хабарлама. Дауысты хабарлама емес, бейне қоңырау емес, қарапайым телефон қоңырауы да емес. Психологтар мен тергеу тәжірибесінде бұл өте қауіпті белгі. Себебі адам тірі болса, әсіресе жақын туысына даусымен сөйлеседі, жағдайын түсіндіреді, эмоциясын көрсетеді. Ал мұнда суық мәтін ғана. Мал сатамын, анам ауырып жатыр, ақша керек. Бұл сөздер тірі адамның емес, уақыт ұтып жатқан біреудің сөзіне көбірек ұқсайды. Ең қорқыныштысы, туыстары бейне қоңырау шалуын сұраған кезде ешқандай жауап болмаған. Бұл бірінші дабыл еді. Бірақ ол кезде ешкім мұның арты өліммен аяқталады деп ойламады. Екінші белгі. Адам мінезіне сай келмейтін әрекет. Екінші белгі туыстарды шындап шошытқан сәт. Наурыз ауылда малын тастамайтын адам болған. Мал оның өмірі, нәпақасы. Ал кенеттен мал қараусыз, иесіз, сатуға асыққандай. Бұл оның мінезіне мүлде сай келмейтін жағдай. Қорытындысы дәл осы кезде. Бұл біздің ағамыз емес деген ойға келген. Өйткені кейде адамды сөзінен емес, әдетінен танисың. Бұл екінші қорқынышты белгі. Үшінші белгі. Мәйіттің табылған орны ең үнсіз аймақ. Үшінші белгі бұл істің бағытын түбегейлі өзгерткен сәт. 6 қаңтар күні кешкісін полиция жоғалып кеткен зейнеткер ерлі-зайыптының мәйіті табылғанын хабарлады. Бірақ ең қорқыныштысы мәйіттің табылған жері болды. Олар орманда емес, далада емес, жол жиегінде емес, өз үйлерінің жанындағы сарайдан табылды. Бұл нені білдіреді? Егер адам сырттан бір қастандыққа ұшыраса, көбіне қашуға тырысады, айқайлайды, үйден алыс кетеді. Ал бұл жерде ешқандай қарсылықтың ізі жоқ, ешқандай көрші естіген айқай да жоқ. Бұл өлімнің тыныш жағдайда болғанын көрсетеді. Тағы бір сұрақ. Егер олар сол сарайда қаза тапса, неге сонша уақыт табылмай жатты? Бұл екі ғана нұсқаны алға тартады. Біреу әдейі жасырып уақыт ұтқан, немесе біреу бұл жерге ешкім қарамайтынын білген. Сарай ауылда ең аз тексерілетін орын, көзге көрінбейді, күнде ешкім кіріп шықпайды. Тергеу тәжірибесінде бұл алдын ала ойластырылған әрекетке тән белгі. Бұл үшінші әрі ең суық белгі. Төртінші белгі. Екі мүгедек баланың із-түзсіз жоғалуы. Төртінші белгі адамды селк еткізетін сұрақ. Екі мүгедек бала қайда? Бұл ең ауыр тұс. Егер бір адам жоғалса, түрлі себеп болуы мүмкін. Екі адам жоғалса күдік күшейеді. Ал екі мүгедек бала із-түзсіз кетсе, бұл кездейсоқтық емес. Мұндай балалар өздігінен ұзақ жол жүре алмайды, қауіптен қорқады. Бейтаныс жерге өз еркімен кетпейді. Демек оларды біреу алып кеткен, немесе біреу алдап шығарған, немесе біреу мәжбүрлеген. Іздеу жұмыстарының ауқымы да соны көрсетіп отыр. Сүңгуірлер, суасты дрондары, бірнеше ауыл су айдындары. Бұл полицияның ең ауыр сценарийлерді де жоққа шығармай отырғанын білдіреді. Ең қорқыныштысы, уақыт өтіп жатыр. Бесінші белгі. Елден кеткен туыс факторы. Бесінші белгі қоғамды екіге бөлген дерек. Белгілі болғандай отбасының екінші қызы елден шығып кеткен. Бұл ақпарат шыққан сәттен бастап әлеуметтік желі гуілдеді. Түрлі болжам пайда болды, сан сұрақ туды. Маңыздысы, ресми органдар оны күдікті деп жариялаған жоқ, бірақ бұл деректе назардан тыс қалмады. Неге? Себебі мұндай істерде туыстардың қозғалысы, елден кету уақыты, байланыстар аса мұқият тексеріледі. Бұл автоматты түрде кінә деген сөз емес, бірақ бұл бесінші белгі, яғни істің әлі толық жабылмағанын көрсететін фактор. Тергеу дәл осы жерде қаржылық байланыстарды, телефон трафигін, соңғы кездесулерді тексеріп жатыр. Бұл істің соңғы әрі ең күрделі түйіні. Бұл оқиға бізге бір ауыр шындықты көрсетті. Қауіп әрқашан
айқаймен келмейді, күшпен басталмайды, бірден байқалмайды. Кейде ол үнсіз хабарлама болып келеді. Мінезге сай емес әрекеттен басталады, ұсақ күдіктерден жиналады. Ал сол ұсақ белгілерге уақытында мән берілмесе, олар қайғылы финалға алып келеді. Атыраудағы бұл іс әлі аяқталған жоқ, балалар табылған жоқ. Көп сұрақ жауапсыз. Ең бастысы ақиқат ашылуы керек, кінәлі адам жауап беруі тиіс. Ал қоғам үшін бұл ұмытылмауы керек сабақ. Себебі үнсіздік кейде ең қауіпті белгі. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір алаңына өзіңіздің пікіріңізді міндетті түрде жаза кетіңіз.